қызмет көрсету саласы былай бір ауыз сөзбен айтылғанмен бұның тармағы көп қой. Мысалы, соны геология зерттеуден бастап, алғашқы бұрғылау, одан кейін тіпті жаңағы күнделікті жұмысшылардың таза жатып, таза тамақ ішіп, аман есен жұмысына жету бәрі осы біздің мойнымызда. Бір мұнайшыға қазір 5 қызмет көрсетушісі бар. Мысалы, тіпті мұнайшылар біз болмайтын болсақ, өздеріне жұмыртқа қора алмайды, таңғы астарын іше алмайды. Сондықтан жаңағы өте бір ауыр, кең нарықтық алаң. Бізге сол кезде сенім берген, біздің экспорттық мүмкіндігімізге сенім берген осы Ресей нарығы болды. Өйткені біздің Ресей нарығын орыңызда олар біздің компанияларға таң қалды. Біріншіден коммуникация, екіншіден жаңағы тәжірибелері, білімдерінің тереңдігі. Ең қатты бұлардың таңғалған біздің ішкі тәртіп болды да. Мамандардың сауатсызданып қалуына 6 ай жеткілікті. Біз кезінде жаңағы шырылдадық қой, жаңағы біздің бұрғылаушылар Африкаға кетіп қалды ғой. Өйткені бұрғылаушылар жұмыссыз қалып қойды. Бір бұрғылаушыны дайындау үшін абзал тәжірибе керек қой, онда қанша 10-15 жыл уақыт керек та. Енді осыны дайындадың, бірақ анаған 1 жыл жұмыс бермей қаш. Болды, бүткіл тәжірибесі кетіп қалады. Сондықтан жаңағы біз ертең мысалға мына жерге толтырды, мына сол жерде істеп отырған жаңағы инженер кетіп қалды. Біздің Қазақстанда нарықта оған ұсына қоятын жұмыс жоқ қой. Мысалы, біз нарықта ол жұмыссыз қалып қойса, не ұсына аламыз? Күзетші бол, охранник бол, осы таксист бол. Бізде техникалық қауіпсіздікте мысалға ең бірінші айтылатын шетелдік компаниялардың қағидасы: келген жұмысшының үйіне аман есен оралуын қамтамасыз ет дейді. Осы ғана егер осыны қамтамасыз ете алатын сен ұсыныс жасасаң, осы техникалық қауіпсіздіктің атасы дейді. Бізде басты шарты. Бізде басты шарт жұмысшының жұмысқа келуі. Оны қайта ма ол, қайтпай ма, ол жұмысқа келді ма? Бізде сұралатын сұрақ: анау жұмысқа келді ме, анау қайда келеді? Түбінде қазір біз шынына келген кезде бір HR мемлекет болып қалдық. Өйткені бізде сыртқа кетіп жатқан құнды мамандар көп қой. Рас қой ол. Саны жоқ, өте көп. Неше түрлі құрылтайлар өткізіп жатады ғой. Инвесторлар, мынау ұлттық құрылтай. Менің ойымша осы сыртқа кетіп қалған мамандардың құрылтайын шақырып айналайындар. Бәрі қайсың осы цифровизация, мысалға роботизация, искусственный интеллекттің төңірегінде жүрген біздің мықты мамандардың бәрін шақырып, біз мемлекетімізді қалай осы искусственный интеллекттің хабына айналдырамыз. Қайырлы күн, Energy Analyst каналының тыңдармандары, оқырмандары. Бүгін біздің өте маңызды қонағымыз Рашид аға келіп тұр. Рашид аға, қош келдіңіз. Рашид ағамыз Қазсервис мұнай-газ ассоциациясының төрағасы. Аға, өзіңізді бір кішігірім ассоциация бойынша өзіңізді бір, енді бәрі таниды сізді, халықты таныстыру керек емес, бірақ айтып өтсеңіз. Рахмет. Біріншіден осылай өзіңнің бір белді халыққа ақпарат беретін мүмкіндігіне қол жеткізіп, осы бір жақсы ел жүрегінен орын алған өзіңнің энергоаналитик каналына шақырғаныңа бізге бұл өте пайдалы, тиімді. Өйткені көбіне істеп жатқан шаруаларымызды, жасап жатқан алға қойған мақсаттарымызды көпке тарату ол өте ауыр жұмыс. Сіздер қазіргі таңда осындай әртүрлі өздеріңіздің телеграм канал, линктегі каналдарыңыз және осындай подкасттарыңыз арқылы үлкен жұмыс атқарып жатырсыздар. Сондықтан біз қуана сіздер шақырғанда келеміз. Екінші, кез келген ұжым, қоғамдық ұжым, қоғамның сұранысынан пайда болады. Мысалға, біз бәрімізге белгілі, тәуелсіздік алғаннан кейін біздің экономиканы жандандыру үшін ең тиімді мұнай-газ өндірісі болды. Және де инвесторлар да сол кезде әркімге шейін инвесторлар мұнай-газ өндірісіне қуана келеді. Өйткені салған ақшаларын жылдам қайтаратын қазіргі таңда жалғыз экономикалық сала. Қалғандарының бәрін уақыт күту керек. Мысалы, қазір әртүрлі технология салып жатқан азаматтар білмейді ғой технология ертең. Басқа технология туып кетсе, оны ертең өтпей қалуы мүмкін. Бірақ жаңағы адам затынан энергия қуаттарына сұраныс болғандықтан ол әлі де бола береді.
өйткені біз қазіргі таңда электр энергиясыз болмаса бензинсіз сосын кейін жаңағы әртүрлі газдың беретін тамақ жасау өмір сүре алмаймыз мүлде мүмкін емес. Мысалға тіпті кей кезде гипотетически былай ойлаймын да, жаңағы осы алла берген осындай адамның өмір сүруіне жеңілдіктер энергия күш қуаттарын алып тастаса, адам қайтадан таспен от жағып орта ғасыр тас ғасырына кетіп қалды. Тас ғасырына кетіп тасты бүйтіп бір-біріне ұрып искра шығарып содан от алып өмір сүре алмай қайтадан біраз қырылып қалатын шығар. Сондықтан адам өмірі жеңілдеген сайын энергия күшіне қуатына сұраныс көбейе береді. Өйткені шынында да қазір шаш алу басқа бәрі сол неге байланып қалды ғой, ток күшіне. Сондықтан біздің мемлекеттің экономикасын жылдам қозғап жіберу үшін өйткені дымсыз қалдық қой. Сол кезде мұнай газ саласына үлкен инвесторлар көп келді, бірақ сол келген инвесторлармен жұмыс істеуге бізде ресурс мүлде болған жоқ. Біріншіден олар келді да қайтты, біз мемлекеттік, ол кезде өздеріңізде бір ғой, кез келген құрылыс бригадалары мемлекетке бағынышты еді. Енді басқа госплан дейсіз ғой бәрі. Госплан бәрі мемлекеттік құрылыс компаниялар жеке жоқ, олар айтты, біз мемлекетпен жұмыс істемейміз, біз жеке компаниямыз, бізге мемлекетпен соттасып жүрдің қажеті жоқ, жаңағы бізге жеке компания беріңдер. Оны қалыптастыру керек болды. Сонымен ондай жеке компаниялар мемлекеттің де атсалысуы ол кезде үлкен болды. Өйткені қазірдің өзінде көріп отырмыз, кәсіпкерлерді әр қадамына дайындау керек, бейімдеу керек, әр қадамын үйрету керек. Мысалға, ол кезде мысалы тіпті кәсіпорынды қалай тіркейтінін білмейтін. Қазіргі шейін мысалы кәсіпкерлерге жеңілдік мемлекет ұсынып жатады ғой, соның бірінде жылдам тіркеу мәселесі. Одан кейін оларды салық мәдениетін үйрету. Ол кезден жаңағы бұрын мемлекет төлеп отырғанның адам баласы ол салықтың неше түрі бар, оны қай кезде төлеу керек, ол неге төленеді, тіпті қаперіне кіріп шықпайтын. Енді жекеден өз кәсіпорын ашқаннан ол салықтың неше түрі бар, қай кезде төлеу керек, қайсына жеңілдік бар, қайсына жеңілдік жоқ, қайсысы қанша пайыз, тапқан табысының қаншасы кетеді. Осының бәрін үйрету үшін біраз уақыттар кетіп қалды. Сонымен енді ұзын сөздің қысқасы бір 15 жылдың ішінде инвесторлармен жеке қазақстандық кәсіпорындарының байланысы нығайып, қалыптасқан кезде енді бізде одан кейін сол инвесторлардың ауыр қымбат жаңағы келісім шарттарын орындауға біздің мүмкіндігіміз жеткен кезде инвесторлар бізбен әлгінгі шейін кешегі ғана бір сарауыз балапан кәсіпорындар сияқты тіркеуін де білмейтін, болмаса жаңағы технологиялық тұрғыда дамуға дайын емес, болмаса артық жаңағы ақшасы жоқ жобаға өзі салып кіре беретін деп қабылдады да бізде бізбен әлі сондай ма әлі? Сондай деңгейде сөйлесіп жатты. Әлі де. Сол кездерде 15 жыл бұрын кәсіпорын құрылды. Сондықтан енді біз енді тереземіз тең, және де көріп отырмыз ғой, Қазақстанға қаншама үлкен ақша келіп жатқан, миллиардтаған ақша келіп жатқан. Содан кейін бізде де ол сол кездегі бір пайда болған дұрыс жадность болды да. Әр келген доллар Қазақстанда қалса екен деген бізде бір мақсат болды. Сондықтан қызмет көрсету саласын, мұнай газ өндірісіне қызмет көрсету саласы одағын құрдық. Бұл біз жүріп өткен жол емес. Қазіргі таңда Норвегия мысалға өндіруден қызмет көрсету саласы 10 есе артық пайда келеді. Елдің бәріне, дүние жүзіндегі бүткіл мұнай өндіретін мемлекеттерге үлгі. Саудия Арамко мысалға қазіргі таңда кезінде 95% инвесторда болған, 5% ғана Саудия мемлекетінде болған, қазіргі 100% өзінің 100% өздерінде. Бірақ бұл бір күнде бола салған зат емес қой. Кей кезде біздің Қазақстан азаматтары осыны дұрыс түсінбей жатады. Кез келген даму уақытқа бағынады. Неге байлығымыз көп, неге бай емеспіз? Сүйеген сұрақтар қояды ғой. Енді біз өзімізге тиесілі, Қазақстан азаматтарына және Қазақстанға тиесілі кен қойнауларын 30 жарты жыл болды өзіміз игеріп жатқанына. Мысалға оғанға шейін мысалға кеңес өкіметінің кезінде оны жасыратын түгі де жоқ.
біздің ұлт екінші сорт ұлт болды. Мысалы сол үлкен технологиялық және интеллектуалды ауыр жобалардың бәрін Ресей арқылы басқарды. Мысалы Москва арқылы басқарды. Бізде қара жұмыс болды дейсіз ғой. Бізде қара жұмыс, машине, трактор жаңағы, бірақ жаңағы инженерлер, кейін ғой жаңағы осы егемендік алғаннан кейін бізде қазір амбиция мүмкіншіліктер пайда болып отыр. Амбициямыз да күшейіп отыр. Неге қазір біз айтамыз, қашан ТШО, НСС, КПО жаңа алпауыт жобаларды Қазақстан азаматтары басқарады деген сұрақ қойылып отыр. Бірақ сіз өзіңіз де жақсы білесіз, адамның өсуінің өзіне де жаңағы уақыт керек. Және де әр этаптардан өту керек. Мысалы, біз анамыздан туғаннан кейін бүлдіршін боламыз. Бүлдіршін балабақшаға барамыз, мектепке барамыз, институт бітіреміз. Одан кейін дипломымызбен келіп, шынында да жақсы маман болу үшін жоқ дегенде бір 10-15 жыл бір кәсіпорында жұмыс істеп барып біз оғамыз да. Өйткені теория мен практика кей кезде бір-біріне үйлеспейтін егіздер да жаңағы. Бір анадан шыққан сияқты, бірақ дегенмен екі түрлі. Сондықтан осының бәрін Саудияның, Норвегияның тәжірибесіне қарай келе, тіптен мен сізге бір қызық айтайын, әбеке, біздің осы одақты құруға бізден гөрі қазақстандық кәсіпорындарынан гөрі шетелдік кәсіпорындар қызығушылық көп танытты. Алғашқы қаржыны да солар берді. Сіздер осыны құрыңыздар. Өйткені түбінде ұлттық негіз экономиканың тірегі болады. Өйткені инвестор ол айдан анық. Инвестор салған ақшасын алып кетеді. Инвестордың салған ақшасы Қазақстанда қалмайды. Дұрыс айтасыз. Ол оң қолымен берсе, сол қолымен екі есе қылып алуға тырысады. Ол кемінде ғой. Кемінде, ол бизнестің заңдылығы, оған ренжудің де қажеті жоқ. Бұл жерде біз қаншалықты саудаласа аламыз. Қазір жиі талқыланып жатыр ғой, болашақ өнген өнімді бөлісу келісімшарттар қалай болмақ. Өз мүддемізді қаншалықты қорғай аламыз. Қорғау үшін де ресурс керек қой. Мысалы, сол 30 жыл бұрын бізде қаржылай ресурс болған жоқ, технологиялық ресурс болған жоқ, тіпті техникалық ресурс болған жоқ. Маман да болған жоқ. Маман ол екі бастан болған жоқ. Жаңа кәсіпорындар болған жоқ. Енді біз ол кезде олармен қайтып саудаласуымыз керек. Сондықтан келісім өнген өнімді келісу шартында олар осы жоқтың бәрін өздеріне байлады. Өздерінің мүмкіндігін айналдырып алды да. Енді келесе де осы мүмкіндіктердің бәрі оларда жоқ болу керек. Бізде болу керек. Сол кезде ұтымды келісім шарт болады. Сонымен олар айтты, осы одақ негізінде керек, өйткені сіздер алғашқы одақ қойға, алғашқы одақ Қазақстанда тарихындағы мұнай газ саласындағы алғашқы одақ, қызмет көрсету саласындағы алғашқы одақ. Сосын олар айтты, қазір мемлекет жаңа инвесторларменен өнген өнімді бөлісу келісім шартын бекітіп қойған. Екеуі не істейтін және қайсының міндеті, қайсының парызы бар анық біледі, олар араласа алмады ғой. Заң түрде ол неде араласады. Сондықтан бұл жерде қоғамдық ұйым қажет. Тәуелсіз бір ұйым. Тәуелсіз, мемлекетке де оларға да қатысы жоқ. Біз қазір осыны білеміз. Дәлелдей алатын және де жаңағы инвесторлардың ойын кезіндегі осы жоқтарды пайда болған, және де осы жоқтар қазіргі таңда Қазақстанға, Қазақстан кәсіпорындарына тиесілі екенін дәлелдейтін, және де жаңағы әкелген ақшаларының шама келгенше әр доллар осында қалуын қамтамасыз ету. Бұл жерде өте бір қарап отырсаңыз, көпір болдыңыздар ғой ортада. Ауыр жұмыс болды. Себебі бұл жерде өздеріңізге белгілі, инвесторлармен олар осыдан пайдаламыз деп стратегиялық тұрғыда уже өздеріне бекітіп қойған ғой. Өздерінің жаңағы пайда статьясына қойып қойған. Мүддесін өзіне. Ол пайда статьясын қазір бұзып, жоқ, бұл сенің пайдаң емес, біздің пайда деп көндіре қою өте ауыр жұмыс. Ол сондай өте ауыр. Сосын кейін енді қызмет көрсету саласы былай бір ауыз сөзбен айтылғанмен бұның тармағы көп қой. Мысалы, соны геология зерттеуден бастап, алғашқы бұрғылау, одан кейін тіпті жаңағы күнделікті жұмысшылардың таза жатып, таза тамақ ішіп, аман-есен жұмысына жету, бәрі осы біздің мойнымызда. Енді олар жаңағы тіпті үлкен гиганттық үлкен двигательдер, жаңағы Сименстің, Боштың жаңағы сол өндіріп жатқан заводтан Қазақстанға жеткізуден бөлек болған.
Бұл өзі бір сондықтан қазіргі таңда біз кей кезде қалжыңдап айтамыз, мұнайшылар космонавттардан кем болмады. Космонавттар қалай келеді, корабльге отырады да ұшады, сосын кейін қонады, елдің бәрі оған қол соғады. Шапалақтайды. Бірақ ана корабльдің ұшуы, аман-есен қонуын қамтамасыз етіп отырған адамдар мүлде бұл жерде жоқ, көрінбейді. Мыңдаған адам дейсіз. Мыңдаған адам. Екі космонавт ұшушы қаншама адам жұмыс істеп отыр, олар білмейді. Жылдар бойы дайындалды. Ер жүректікті аналар алып жатады. Бүткіл лаврды аналар алып жатады. Тура сол сияқты бір мұнайшыға қазір 5 қызмет көрсетушісі бар. Мысалы, тіпті мұнайшылар біз болмайтын болсақ, өздеріне жұмыртқа қуыра алмайды. Таңғы астарын іше алмайды. Сондықтан жаңағы бұл өте бір ауыр, кең нарықтық алаң. Одан кейін енді біз бастаған кезде алдымыздағы мақсат мүлде бөлек еді ғой. 15 жыл бұрын бізде қарапайым жұмыстар Қазақстан бизнесі деп айту алғашқы бізден пайда болған. Өйткені жаңағы бетон, забор құру, жаңағы жол салу енді жаңағы олай. Алғашқы жұмыстар дейсіз. Алғашқы жеке бизнес. Дайындық жұмыстар, жер тегістеу, ана жерге құм әкелу енді, соның бәрін біз ақырындап алдық қой. Оны да шетелдік компаниялар істеп жүрді ғой кезінде. Сонда бәрін шетелдіктер. Бәрін шетелдіктер. Мысалға біз құрылған кезде құрылыстағы Қазақстан негізі, Қазақстан кәсіпорындарының негізі 30%-ға жаңа жетіп жатқан. Қазір 94%. 94%. Жобалау енді тіптен төмен еді. Жобалаудың EPC жағы ғой? Жоқ, EPC болғанда қараңыздар, EPC компания деген кәсіпорын болады. Ол мысалға шетелдіктер кей кезде оларды да түсіну керек. Мысалға осы соңғы теңгез жобасындағы жаңағы үшінші заводтың салынуы, мысалға 50 миллиард доллар болды. Мысалға сіз егер Шеврон компаниясының басшысы болсаңыз, сіз осы 50 миллиардты 500 контрактқа бөліп тастап, сол 500 соттасып жүргеніңіз қалай? Болмаса жаңағы 10 контрактқа 5 миллиардтан бөліп тастап, 10 адамға 10 адамды қадағаланған. Енді ана 500 компанияны ылғи қадағалау үшін сіз жоқ дегенде жаңағы бір юрист, бір инженер, тағы жоқ дегенде тағы да бір 2000 адам жұмысқа алуыңыз керек. Оның сырт көз. Одан кейін ол 500 компанияның әртүрлі жағдай болады. Мысалға құрылтайшысы ауысудан өзі банкротқа шейін кетіп қалып жатады. Кей кезде тіпті жаңағы сапасы жұмыс көрсетеді. Енді жұмыс болғаннан кейін ол жұмыс істемейтін адам ғана күнәһар емес қой енді жаңағы. Кемшілігі жоқ. Жұмыс болғаннан кейін ол міндетті түрде кемшілік болады. Әртүрлі жағдай болады. Мысалы, енді біз неше түрлісінен өттік. Тіпті жаңағы қожайынның қайтыс болып кетеді. Ана артындағы ізбасарлар компанияға ие бола алмай қалады. Апайбат компаниялар дамып келе жатады. Осындай кезде жаңағы стресске түскісі келмейді да. Бұлар жаңағы ірі жобаға беріседі. Міне сондықтан бұлар бір ойлап тапқан бір жағынан жақсы инструмент, екінші жағынан ол жаңағы дамып келе жатқан біз сияқты мемлекеттерге зиян инструмент. Тосқауыл десеңізші. Тосқауыл. Енді өзіңізге белгілі, мысалы, кез келген келісімшартта ұтып алғаннан кейін сіз міндетті түрде олардың жаңағы қағидасы бойынша 30% кепілдік қоюыңыз керек. Енді мысалы, жаңағы 10 миллиардты сіз ұтып алдыңыз, кезінде тіпті бізде Оливье Лазар деген азамат болған, мысалға осы NCC-ді басқарған, Shell-дің сол айтқан, негізінде 10 миллиардтан кем қылмайтын контракттар жасау керек Қазақстанда деп. Оны Қазақстанда ұта алмайды. Мысалы, сіз 10 миллиард ұтпаған, ертең 3 миллиард доллар кепілдік қаяқтан аламыз. Біздің мемлекеттің өзінде кей кезде ауырлау. Біз кәсіпорын түгіл мемлекеттің өзіне ауырлау тапсырма бұл. Міне осындайларды, мысалы, ірі жобаларды алып жүретін компаниялар болады. Бұлар EPC деп аталады. Бұлар бірақ қана жобалауды да сізге береді, құрылысын да сізге береді. Пусканалыскісінде өзіңіз бітіресіз, кейін завод жұмыс істеп бастаңыз, өзіңіз салдыңыз, бәрін өзіңіз жобаладыңыз, қызмет көрсетуді сізді да. Жүрген қазақстандық компаниялар қайтып кіреді сол кезде? Кіре алмайды. Мүлде мүмкіндік жоқ. Сондықтан жаңағы біз бұларға айтқан құрсын енді қара жұмысты бізге қалдырыңдаршы. Қара жұмысты бізге қалдыра бастар. Қазір жаңағы сөзім бөлініп кетті. Мысалға жобалау қазір 57%-ға жетті. Енді біз әр істейтін жұмыстардың өзі бір қадамдары бар ғой.
жобалау жұмыстары Қазақстанда өту керек. Бұл ұлттық негіздің дамуының негізгі платформасы жобалау жұмысы. Өйткені жобалау кезінде қай компания осы жұмысты іске асырады, сол бекітіледі деп айтамыз. Мысалы айтып келеміз. Президенттен тапсырма бергіздік. Бізде өзіңізге белгілі бір өте ауыр салт дәстүр қалыптасып қалды. Президент тапсырма бермей орындамайды. Құдай-ау, біріншіден ол президентке басқа бір мемлекеттің президенті оның мемлекетінде не жобаланады? Ода шатағы жоқ. Жұмыс жоқ. Өйткені олар кластерлық үлкен жаңағы якорлық инвесторларды қалыптастырған трансұлттық компаниялардың дамуына мүмкіндік берген, солардан сұрайды. Осы мемлекеттің жаңағы экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету. Көбіне олар әлеуметтік мәселелер, дүниежүзілік саяси мәселелер, сосын кейін экономиканың жаңа бағыттарын көрсетіп отыруға жұмыс істейді. Мысалы, қазіргі таңда Трамп не істеп жатыр, мысалы, қарап отырсаңыз, біріншіден елдің бәрін салық салып тастап, қамбасын толтырып жатыр. Өздеріндегі дефицитті азайту үшін. Екіншіден, үлкен экономикада соғыс басталды. Экономикалық соғыс басталды дүниежүзілік. Қытайдың технологиялық қатты дамып кеткен. Енді тіпті осы соңғы сұхбаттарымда жиі айтып жүрмін. Кезінде осыдан 10 жыл бұрын білім алуға асығатын жас азаматтар топ 10 университет дейді ғой, сол жерде бір Қытайдың болмайтын университет жоқ еді. Қазір 7 Қытай. Білімде де кетіп қалды бұлар. Өзгеріс. Өзгеріс. Сондықтан жаңағы мемлекет осындайларды қамтамасыз ету керек. Ал жаңағындай жобалау жұмысы ол біздікі болу керек қой. Енді тәуба Құдайға шүкір, ол айтылды. Қазіргі таңда жобалау жұмыстарының алғашқы кеші өзіңіз Батыс Қазақстан Оралда өткен КПО мен өңірінде алғашқы Қазақстанда жобалау жұмыстары жүріп бастады. Жобалау жұмысы бізге не береді? Қазақстанда өтсе. Біріншіден Қазақстан компаниялары бірден таңдалады осы жерде. Мына компания істеді, мына компанияға беру керек. Ал енді ол Англияда өтсе, интернеттен алады. Қандай компания жұмысы? Біздің қазақстандық компаниялар дүниежүзілік құрылыс жаңағы алаңына тіркелді ме екен? Айқайдам. Айқайдам. Олар кім тіркеліп тұр, болмаса кімдермен тұрақты жұмыс істеп, соларды жаза салады. Болды, ол бітті. Жобалауға бекітілген дүние, ол біздің өкіметпен жаңа келісіледі, ол орындалу керек. Өйткені ол орындалмайтын болса, жобаны несіне жобалаймыз? Енді қазір қазақстандықтар бекітіледі деп отырмыз. Бұл қарапайым примитивный ғана жағда, қарабайыр жақ. Екінші, интеллектуалдық тұрғыда ойлану процесс Қазақстанда істелетін болса, біз ойшыл қазақтарды, ойшыл инженерлер триадасын қалыптастырамыз. Сәтбаев атамыз, Қаныш Сәтбаев атамыз несімен бізге құнды? Ол ұтымды, ойшыл инженер, мықты геолог болғанымен ұтымды. Миын жұмыс ете алды. Мысалы, кеңес өкіметі қандай біз сын айтатын болсақ та, дегенмен ойшыл топты қалыптастыруда ұтымды жұмыс істеді. Бізде осы бір кішкене жетпей жатқан сияқты. Бірақ сенің гениалдық тұрғыда ойланатын жаңағы мүмкіндігіңді пайдаланатын алаңды қалыптастыру ол бізде емес пе? Егер қаншама бізде, біз білмейміз ғой. Қазір енді жобалау жұмысы Қазақстанда өте бастайтын болды. Енді біз оның ертең интеллектуалдық пайдасын көре бастаймыз. Себебі ойшылдар қазір көбейе береді. Өзін көрсете алатын алаң пайда болды. Орта қалыптасады. Мысалы, аттың бәрін жібере салдағы бәйгеге шаптырмаса, оның қайсысы бәйге, қайсысы жүйрік, қайсысы шабан ажыратамайсың, бәрі жайылып жүр, болды бұд. Алаң жасадың, шапты, біз ұстадық. Мінекей осындай ойшыл топтың қалыптасуына, интеллектуалдық топтың қалыптасуына, мәдени жоғары ойлап, және басқа қазіргі адам ақылы сыймайтын бір инженерлік шешімдерді қалыптастыра алатын инфраструктура қалыптасады. Әрине. Қазір біз біліп отырмыз ғой. Мына заманда өмір сүру үшін стандарт ойлау сені құрдымға апарады. Қазіргі таңда тек қана стандартқа бағынбайтын,
адам ақылы бұрындар ойлап көрмеген. Иә. Мына құдіретті қарасашы енді, кезінде осы бір телефонмен сөйлеу үшін қаншама километр жаңағы тоқтатылушы сындырды. ойбай күтесіз. күтесіз ол бір қазір мына бір титіндей ғана 15-те 7 сантиметр жаңағы дүниеге саған бүткіл 4 дүниені сыйдырып берді. Балаңды қадағалаудан бастап, Илон Маскының корабль Марсқа қашан барып қонғанын қарап отырасың. Тіпті керек болатын болса, президенттің қай жақтағы ұшып жатқанын көріп отырасың. Бүткіл әлем осында. Бүткіл әлем осында. Бүткіл қажет қылсаң, бірақ енді біз бұны қалай пайдаланамыз, ол басқа сұрақ еді. Сондықтан жобалау жұмыстары қазіргі таңда үлкен жетістік беріп жатыр. 57%-ға көтерілді. Оның үстінде мысалы алдында қанша болып еді? Біз келген кезде 15 жыл. 14%. Логистика 5 есе өскен екен. Логистика мүлде жоқ. Қазіргі таңда өйткені тасымалдау үшін сенің бүткіл мемлекеттерде қарым-қатынасың болу керек. Одан кейін сен бүткіл товарың өтетін мемлекеттердің заңын білуің керек қой. Қанша баж төлесің, қандай габарит, қалай жүреді. Әрқайсының әртүрлі ғой мысалға. Қазір тіпті қарап отырсаңыз, экономикада мысалға бизнесқа кері әсерін бергенмен, экономиканы зерттеп отырған тарихшыларға бір өте бір керемет алтын уақыт болып жатыр. Ресейдің Украинамен кикілжің мысалға екіге бөлініп кетті. Батыстық экономика мен Ресей, Қытайдың экономикасы тасымалдау мүмкіндіктері шектеліп қалды, самолет ұшпайды. Енді осындай бір ауыр кризис уақыты, экономикалық бір тиімсіз уақытта логистиканы басқарып отырған компаниялар сол дәрінің мысалы жай тіпті товарды қойғыңыз бізде өнбейтін дәрінің ауруға уақытылы жетуін қамтамасыз ету ол да үлкен бір өнер. Үлкен жұмыс қой. Үлкен жұмыс. Мысалға сол кезде мысалға шетелдік компаниялар келіп өздерінің техникасы мысалға сен логистикамен айналысу сенде тек қана жаңағы таныстан бөлек сенің тасымалда мысалға DHL-дің қызметі қандай әдемі біз бәріміз соны пайдаланғымыз келіп тұрады біздің пошта әлі оған жете алмай жатыр. Мемлекеттік поштаның өзі оған жете алмай жатқан кезде жай кәсіпорындар мынандай алпауыттарға сендіру. Өзіңді өзің жамандағың келмейді, бірақ оны айтпасаң біз дамымаймыз. Дұрыс айтасыз. Оны айтпасақ дамымаймыз. Кей кездегі біз енді көбіне біздің ұсыныстар, біздің кеңестер бір сын ретінде қабылданып жатады. Мен осыны түсінбеймін. Кезінде мысалға тіпті біздің министерство энергетикада біздің аузымызды жауға тырысатын. Енді уақытында, ең алғаш басталған. Сендер соны айтпай қойыңдар, сендер бүйтпей қойыңдар, сендер сөйтпей қойыңдар деп. Ыңғайсыз сұрақтар, ыңғайсыз ұсыныстар дейсіз ғой. Қазіргі таңда енді біздің сол ыңғайсызға қарамай ақырындап алға жылжи бергеніміз үлкен қорытынды бере бастағанның арқасында туған министрлігімізге алғысымызды білдіреміз. Біздің жұмысымыздың сапасының және де ауқымының кеңеюіне үлкен көмек көрсетіп жатыр. Министрден бастап, вице-министрлердің бәрі жаңа кез келген біздің ұсынысты, егер ол шынында да заң аясынан шығып кетпеген, ешқандай мемлекеттік мүддеге қарсы ешқандай жоқ болатын болса, қолдаудан басқа олардан біз зиян шегіп отырмыз. Тіпті жұмысымыз осының өзі мысалы өзіміздің министрлікпен осындай жұмысты үйлестіру үшін және бір-бірімізді түсіну үшін қаншама уақыт өтті, қаншама жол өтті, қаншама келісімдер өтті, қаншама бір ыңғайсыздықтар белестерді бағындырдыңыздар. Енді айта берін, енді қызмет көрсету саласында мысалға жатақхана беру, тамақ беру, жұмысшылардың киім, мысалға мұнайшылар күшті ғой, келеді да киім шешеді, тастай салады, болды. Ол таңертең төсегін де жинамай тұрып кетіп қалады. Оның бәрін дайындап беру. Бәрін реттеп беру ол 100% қазір Қазақстандыққа. Енді осының ішінде тіпті кезінде бізде мынандай жағдай бар. Мысалға мұнайшыларды тамақтандыру үшін операторлар етті Аргентина мен Мексикадан алдырған. Ет жетпей қалғандай дейсіз ғой. Енді қарап отырсаңыз біз мақтанамыз, қасқырдан кейін біз деп. Одан кейін мал өнімі негізінде мал өндірісі ол біздің мақтаныш болу керек. Бұл біздің ата-бабамыздың кәсібі. Сөйтіп отырып енді Аргентина мен Мексикадан ет алу деген не сұмдық болды. Бұны енді көп біздің азаматтар біле бермейді ғой тарих. Оның өзін. Сол кезде енді олардың да талабы дұрыс айтады. Жақсы, біз сендердің етті алайық дейді. Бірақ сендер
иә бізге күнде жейтін иә 50 тонна етімізді иә 3 күн запасын көрсетіңдерші. Қамтамасыз ету. иә біріншіден сенде иә тұяқ болу керек иә. 50 тонна ет оңай емес ол мысалы иә. Әрине. Одан кейін сенде оны оны сақтап тұрады. Одан кейін олардың жаңағы талабы бар ғой. Салқындатылған және мұздатылған. Сенде екі складта болу керек, екі қоймада болу керек. Оның бәрі қаражат. Ақша. Қып-қызыл ақша. Бірақ ақырын. Тіпті кезінде біздің жігіттер ауыз суды Ташкенттен тасыған. Тіпті ұят болса да айтайын, туалетный бумаганың өзін Ресейден әкеліп жүрген. Соған дейін. Кейін ақырындап неменеге оны Ресейден таси береміз. Біреусі туалетный бумага шығаратын завод ашты, біреусі. Қарасаңыз бір эффект ақырын, бірақ дұрыс бағытта. Әсте. Бірақ енді мына желінің жылдам ақпарат беріп адамдарға әртүрлі инстаграмдағы бақытты өмірлердің келуінің арқасында кей кезде біздің қазақстандық азаматтар бір күнде бай бола салғымыз келеді. Неге біз осы? Енді жарай жақсы сұрақ қойыпсың, неге осы болмай? Онда алдағы жаңағы жақсы кабель шығаратын завод салшы еді. Сенің де үлесің болсын, иә мысалы. Енді үстіп мысалға қазіргі өндіріске бет алып баратырмыз. Иә, жаңағы қызмет көрсетіп жаптық, құрылысты жаптық, жобалау өзі. Мына сосын кейін Абзал, менің бір байқағаным, кез келген осы бір бағытты жандандырып жіберсең, өзі бір инерциясын алады да күш алып кетеді. Ол бір тоқтаусыз мәңгі тоқтамайтын механикалық сағат кете береді өзі. Өзі кете береді. Тіпті қазіргі таңда біз жобалау, жаңа құрылыс тіпті бақыламаймыз. Олардың жаңағы бір жұмыс процестеріне кіреміз. Бірақ даму процестерін өздері алып кетті. Даму процестерін біз олардың жұмыс процесіне кіреміз, стратегиялық тұрғыда алып кетті. Өздері келіседі, өздері бір кей кезде болады операторлармен. Алғашқы леп дейсіз ғой, ары кете берді. Қызмет көрсету саласы тіпті олардың кім екенін атын ұмытып қалдық. Кезінде бәрін жатқа білетінбіз. Етті кім әкеліп жатыр, балықты кім әкеліп жатыр, ыдыс-аяқты кім жуып жатыр. Химчисткімні кім ұстап отыр, бәрін білетінбіз. Қазір жоқ. Осылардың бәрін, мысалы, EPC-дің отым тұтысы, осылардың бәрін бір жүйеге әкеп қойды ғой. Bir адамның қолында, бір компанияның қолында. Тамақты тасудан бастап, жаңағы химчисткіге шейін бір өйткені қадағалау процесі жеңілдеу болу үшін. Bir жағынан дұрыс, бірақ 3-4 компания ұстайды. Өздеріңізге белгілі ғой, мысалға, европалық, америкалық компаниялар ешқашанда бүткіл контрактыны бір компанияға беріп қоймайды. Өйткені ол өте отымсыз. Білмейміз ғой, жаңағы риск қой. Бағана әңгімеміздің басында айттық қой, әртүрлі жағдай болып жатады. Акционерді қайтыс болып кетеді, акционер ұрсық болады, адам ғой енді пенде. Күтпеген жағдай ғой. Күтпеген жағдай. Ақшаларын алып басқа бір жобаға салаттағы, ол жаңағы банкроттық жоба болып, мына жақтағы ақшаларын салып, мына жаққа көңіл бөлемей қалады. Сондықтан жаңағы бұлар жаңағы контрактыны жылдам, мысалға, проблема болған жылдам ауыстыра алатын бір 15-17% төңірегінде бөледі. Ертең жылдам ауыстыра салды, мысалға, дайын тұрады, бірақ база жеткілікті. Қазір былтырдан бері өзің жақсы білесің, 19 жылы IMBC құрылды. Қазір біз енді товарға кетіп жатырмыз да, көп акцентті товарға жасап жатырмыз. IMBC деген бұл товар бағытындағы құрылған ұйым, иә? Ұйым. Мысалға, бір кішігірім үш оператордың қажеттілігін есіңізде ма? Алаш порталы болды. Иә. Алаш деген порталы болды. Алаш деген порталы. Бұл жерде енді жаңағы аты дүрлігімен заты онша болмай қалды да. Бұл жерде енді идея жақсы болды. Болмады, себебі дайын болмады ма? Жоқ. Сапасыз портал болды. Себебі, мысалға, Алаш порталына тіркелесіз, бірақ сіз ол жерде тендер ала алмайсыз. Себебі, 3 операторға сіз жеке барып тіркеліп, негізі осы дұрыс. Олардың жаңағы талабын түгел орындап, олар өздеріне өздері ұсынады. Өзіне қажет компания екен ұққан кезде өздері ұсынады.
бұл жерде алаш порталы жаңағы осы сен маған тіркелсең үш оператордың жұмыс ала бересің деп кішкене жалған ақпарат ортада посредник сияқты тұр. ол қажет емес еді мысалға. Өйткені үш оператордың мысалға қазір қарап отырсақ 15 жылда біздің мақсат қанша өзгерді. Мысалға товардың алдында біз мысалға мынандай бір жұмыс істедік. Жаңа әңгімеміздің басында айттық қой, сен одан тендерді ұтып алғаннан кейін 30% кепілдік беруің керек. 30% кепілдікті бізге айтатын Американың ана банкісінен, Европаның мына банкісінен әкел дейді. Гарантия. Олар біз танымайды. Біздің мына жақтағы кепілдігіміз оларға жарамайды. Сосын біз айтамыз ғой енді оларға, айналайындар жақсы, банкілерің керемет, біз қуана олармен жұмыс істейді, өйткені олардың 3% 3-4%. Біріншіден жеңіл десеңші. Бірақ бізді тіркемей жатыр олар, танымайды. Енді екінші мәселесі бар бұның. Біз қарсы емеспіз, сендердің ұсыныстарың әдемі. Бірақ біз қарсы емеспіз, бірақ сендер енді Қазақстанда өмір сүріп жатсыңдар ғой. Сендер келгеннен кейін осы жерде жұмыс істеймін дегеннен Қазақстанның заңын түгел мойындаймыз дедіңдер. Бірақ сендер қазір өздерің уәделеріңе қарсы шығып жатсыңдар ғой. Қалай дейді ғой. Енді сендер Қазақстан келгеннен кейін, Қазақстан заңын мойындағаннан кейін Қазақстанның құндылықтары бар. Құндылықтарда, ең бірінші елтаңба, біздің ту, біздің әнұран, сосын кейін біздің ұлттық валюта. Мойындайсыңдар ма? Мойындаймыз. Енді онда сендер неге біздің банкілердің кепілдігін мойындамайсыңдар? Олар біздің ұлттық валютаны сатып отыр ғой. Олар біздің ұлттық банкілерді, біздің екінші деңгейдегі банкілерді мойындаған жоқ қой. Осы тұрғыда Бахмутова Елена деген бір азаматшамыз болған. Батыстың қызы өзі. Сол үлкен көмектесті бізге. Біз 5 жыл жүріп, 2 жыл бұрын ғана біздің ұлттық банкілердің операторларын мойындай бастады. Біздің енді мойындады. Біздің банкілердің кепілдігін мойындады. Қанша жылдар бойы? Қанша жыл, бұл енді қанша Бахмутов екенбіз 5-6 жыл уақытымыз кетіп қалды. Ылғи кездесу, ылғи түсіндіру. Еңбектесу қанша бар? Көрінбейтін еңбек. Жаңа ғана мен сізге қалай түсіндіру жолын айттым. Стратегиясы осындай болатын әңгіменің. Аналарға тұғырыққа теніп қалды. Жарайды, онда давай ойланып көрейік дейді. Енді қызығы. Абзал, осы жерде енді осы жерде асын сызып өтсек деп. Енді қызық. Біз ұлттық мүдде үшін жұмыс істеп жатырмыз. Ұлттық мүдденің дамуына жол іздеп жатырмыз. Қазақстанның экономикасы және қаражат көбеюін амалдап жатырмыз. Біз осының бәрін 6 жыл мойындатып келген кезде, біз енді айтып жатырмыз. Біздің екінші деңгейдегі банкілерге айтып жатырмыз, мына үш оператордың келісім шарты кепілдік болсын деп. Біздікілер үйіңді сал, күйіңді сал, анауыңды сал, мына мәшинеңді сал, сөйтіп үйреніп қалған. Мынандай дүниежүзілік практикадағы пайдаланатын келісім шартты қойып трансұлттық компаниялардың келісім шарты өзі кепілдік екенін ұқпайды. Бұл жерде банкілер айтады, риск дейді. Қаяқтағы риск? Біріншіден, сен жаңағы адамдардың ұсақ түйек тұтынысқа қажет қалай денеген ақша салғанша сен өндіріске кіріп, сен де осы үлкен өндірістік процестің инструменті болмайсың ба? Сен мына жақтан көбірек ақша табасың ғой, сен мына жерде тұрып 10 мың адамға ақша бер, оның 9 мыңы қайтпай жатқанша сен онда бір кәсіпкерге салды, 100 мың адамға беретін ақшаның пайдасын көруге болады ғой. Осы мәдениет жеткізе алмай тұрмыз. Енді не дейсің ана? Мына шетелдіктерді оқытырдық, енді өзімізге келіп тіреліп қалдық. Енді өзіміздікі. Бірақ ақырын дегенмен процесс кетті, жұмыс істеп жатырмыз. Мамандарды ұлттандыру мақсаты тұрды алдымызда. Мамандарды ұлттандыру. Бұл жерде жаңағы пандемия өте күшті көмектесіп жіберді. Алланың бір алып беріп берген бізге бір әсері болды. Мүмкіндік керемет болды. Пандемия пайда болды. Сол кезде көбісі кіре алмай қалды, көбісі шыға алмай қалды. Сол кезде біз айттық, енді қаншалықты қажет бар бізде енді мамандар базасы жеткілікті ғой. Енді өзіңіз де білесіз. Мысалға болашақ жаңағы мамандарды қамтамасыз ететін ұйымдар, компаниялар, базалар өте үлкен. Тіпті мен сізге бір айтайын, осы мамандарды ұлттандыру мәселесін 16 жылы мен Англияға бардым, Лондонға. Кезінде сыртқы істер министрі болған Ыдырыс мырзамен кездесіп, сол кезде ол кісі айтты, мен саған қалай көмектесетінін білмеймін,
бірақ менде сонда ақпарат болды, Англияда көп қазақтар жұмыс істеп жатыр деген, біздің мамандар кетіп қалды сол жақтан. Соған кезде 2700 инженер жүр екен. Олардың бәрі Англияда. Қазақстан. Қазақтар. Олардың бәрі жаңағы Лондондағы Chevron, Exxon, жаңағы басқа Shell, Транс ұлттық компаниялардың офисінде жұмыс істеп жүр екен. Ең азы $12,000 ақша айлық алады. Соны жаңағы сөйлестім ғой, соны айтты, мен оның бәрін жинап бере алмайсам, бірақ лидерлермен бізде қарым-қатынас бар да, бір қазақ қарындасымызды алып келді, соны сөйлестік, 200-ге жуық алып келді азамат. Мүмкіндік берді маған түсіндіруге. Соны сөйлестік, сосын айтты, аға, істеп жатқан жұмыстарыңыз керемет деді. Біз қуана, біз патриотпыз деді. Біз бұл жерде қалмаймыз деді. Бірақ біз бұл жерден жаңағы үлкен біліммен, үлкен тәжірибемен қайтқымыз келіп отыр. Ол бір. Екіншіден, біздің уақытымыз қазіргі деді. Әдемі жауап болды. Негізінде осы елде жүрген азаматтар осыған көңіл берсе, осыны ұғып екен деп отырмын да. Бұны айтып отырғаным. Бізге жастық екі қайтып келмейді ғой деді. Біз қазір осы жас уақытымызда өзіміздің кәрілігімізді қамтамасыз етіп алуымыз керек. Біріншіден жақсы үй, екіншіден балаларымыз ертең бәріміз үйленгенбіз, балаларымызға жақсы білім бере алатын қаражат. Үшіншіден, елге түбі ораламыз ғой. Елге оралған кезде жақсы бір жұмыс тапқанша өзіміздің кәсібімізді ашу, мына жақтағы. Енді осындай бір үлкен алдарында мақсат тұрған кезде оны қалай шектей аласың? Біз жақсымыз дейді, баруға дайынбыз дейді. Бірақ біз қазір мына жерде осыншама айлық алып, осыншама әлеуметтік пакеттер алып үйреніп қалдық дейді. Бұларды жаңағы ауырсаң да, жаңағы басқа жаққа үй алсаң да қамтамасыз. Оларда мысалға өзінің жұмысшы деп айта алмайды, олар әріптесім дейді, мысалы, әріптесіне деген қамқорлық бөлек қой енді, мысалға бізде техникалық қауіпсіздікте, мысалға ең бірінші айтылатын шетелдік компаниялардың қағидасы, келген жұмысшының үйіне аман-есен оралуын қамтамасыз ет дейді. Осы ғана егер осыны қамтамасыз ете алатын сен ұсыныс жасасаң, осы техникалық қауіпсіздіктің атасы дейді. Бізде басты шарты да. Бізде басты шарт жұмысшының жұмысқа келуі. Оны қайта ма ол, қайтпай ма, ол жұмысқа келді ма? Бізде сұралатын сұрақ, анау жұмысқа келді ме, анау қайда келеді? Менің өзім де сол күнде. Анау қайда келе жатыр? Ол келе ме өзі, келмей ма? Менің өзім де әлі күнге шейін мысалы. Сондықтан оларда гуманизм дамып кеткен дейсіз ғой. Оларда әлеуметтік жауапкершілік дамыған. Сол кезде олар біздің азаматшалар айтты, егер біз елге баратын болсақ, сол компаниялардың бізге беретін әлеуметтік пакетін көрсетіңізші, соған қарап шешіп қабылдайық деді. Болды. Бірақ дегенменен пандемия кезінде жаңағы солардың біраз келді. Өйткені мықты экспаттардың орны босады, олардың әлеуметтік пакет шынында да. Қанша пайыз болды, қанша пайыз? Мен сізге айтайын, сол кезде қайға өсті. Пандемияға біз келген кезде где-то 60-тың төңірегінде 3 алпауытта жаңа кейінгі қарашығанақ қашаған жобасын. Сосын кейін пандемияның алдында 78-80 төңірегінде жүрді, пандемия кезінде 94-ке бірақ секірдік. 94-95-ке бірақ бардық. 100 ғой почти. 100 почти. Қазіргі таңда о жағынан мақтан аламыз, бірақ мына жерде мынандай. Ұлттық негізі дамуды тіпті экономикалық осындай тартыста жеңістікке жеттім, енді осы менің алаңым деп айту өте ауыр. Өйткені олар дүние жүзінде қаншама мемлекетпен жұмыс істеп жатыр, және олардың тәжірибесі бізге қарағанда 200 жыл артықтау. Сосын қаншама мемлекетте жұмыс істеп, неше түрлі амалдарды практикалық түрде іске асырып көргенде. Енді қазір қараңыз, үш операторда бір дүниежүзілік сараптама компаниясының шешімі бойынша жұмысшыларды қысқарту процесі жүріп жатыр. Естіп жатсыз ғой өзіңіз, мысалы ТШО-да да, НСС-да, КПО-да. КПО айтып жатыр, жоқ, бізде ондай процесс жоқ, кеп бір бітіп жатыр, содан кетіп жатқан адамдар деп жатыр. ТШО
ПБР бітті. Жоқ, ПБР баяғыда кетіп қойған. Кәдімгі тұрақты өздерінің ішінде операционкада жұмыс істеп жатқан адамдардың ішінен мысалы қазіргі таңда 1000-ға жуық адам босады. Инсесүйде 700-ге адам босады. Кәдімгі өзінің ТШО-да ол ары қарай жалғасуы мүмкін деп жатыр. Тағы да бір 1000 адам кезегін күтіп тұр деген қаусет сөз бар. Енді ертең бір жылдан кейін мен қорқып жатырмын. Мен қазір осыған министрліктің де және де әрдайым осы генеральный директорлармен кездескен үш оператордың осыны түрткі қылып айтып жатырмын. Сендер бір жылдан кейін осы қабылдаған шешіміміз қате болыпты. Бұл біздің экономикалық дамуымызға емес, наоборот, экономикалық құлдырауымызға әкеп соқты. Біз қазір қайтадан адамдар аламыз деп шетелдің кезіндегі жоғалтып алған позицияларыңыз қайтадан толтырып алмайсыздар ма? Біріншіден, экспат деген не ол? Экспаттың айлығы сыртта төленеді. Сыртта қалады бәрі. Сыртта қалады. Салық та сонда төленеді. Екіншіден, экспаттың қызметі өнген өнімге кетеді. Біз төлейміз оны. Қайтарып алады. Қайтарып алады, болды. Экспортқа төленген ақшаны ол қайтарып алады. Мұнайдан. Біздің Қазақстанға төленген ақшаны ол қайтара алмайды. Салық осында төленеді. Сондықтан жаңағы бұл тұрақты көрсеткіш еді, ары қарай тағы да 100-ге барады деп айту ауырлау. Осындай бір амалдарды көрген кезде қорқамыз біз. Сосын кейін келісімшарт, өнген өнімді келісімшартты аяқталып жатыр ғой көбінде. Уақытта қалып қалды. Технологиялық өзгерістер көбейіп жатыр. Ертең мысалға, бұлар өзінің келісімшарттағы ресурсын күшейтіп жатыр да. Кейбір техникалық интеллектуалдық жұмыстарға әлі біздің экспаттар бара алмай отыр. Біздің қазақтар бара алмай, азаматтар бар, экспаттар отыр. Ертең кетіп қалса, инженер жоқ. Орын толтыратын. Мысалға бұл ұлттық қауіпсіздік несіне. Әрине. Осының орын. Міне, ертең мысалға осындай шешім қабылданып мысалға, ығыстырып тастады. Мына мамандардың сауатсызданып қалуына 6 ай жеткілікті. Біз кезінде жаңағы шырылдадық қой, жаңағы біздің бұрғылаушылар Африкаға кетіп қалды ғой. Өйткені бұрғылаушылар жұмыссыз қалып қойды. Енді сіз ойлаңыз, мысалға біз қол жетімді жерде тұрып, бүйтіп операция жасаған хирургты ойбай, не деген гениальный адам мынау дейміз. Енді 7000 метр жерден мұнай алған бұрғылаушыны біз гениальный деп айтмаймыз, ол көріп тұр жоғарыдан. Кем емес бірақ. Жоқ, енді о мына қол жетімді жерде тұрып операция жасайтын адамды біз 7 жыл оқытамыз. Енді 7000 метрден мұнай алатын адамды қанша жыл оқыту керек? Бір бұрғылаушыны дайындау үшін абзал. Тәжірибе керек қой онда. 10-15 жыл уақыт керек та. Енді осыны дайындадың, бірақ анаған 1 жыл жұмыс бермей қаш. Болды, бүткіл тәжірибесі кетіп қалады. Сондықтан жаңағы біз ертең мысалға мына жерге толтырды, мына сол жерде істеп отырған жаңағы инженер кетіп қалды. Біздің Қазақстанда нарықта оған ұсына қоятын жұмыс жоқ қой мысалы. Біз нарықта ол жұмыссыз қалып қойса, не ұсына аламыз? Күзетші бол, охранник бол, болмаса таксист бол. Доставщик. Болмаса енді қазір доставщиктер бар, или таксист бол, болды, бітті. Басқа түк ұсына алмаймыз. Өкінішке орай, Мысалы, мемлекеттің жаны ошынан асу керек та, мысалы. Қазір жаңағы кей кезде бір әртүрлі бағдарламалар қабылданып отыр, рухани жаңғыру, басқа жаңғыру, анау мынау деген, жақсы. Бірақ оның экономикаға келетін ұтымды тұсы қайсы? Қосымша несі де? Адамның кез келген азаматтың арманы тұрақты өмір сүру және өзін бір маман ретінде қалыптастыру да. Жетілдіру да. Маман ретінде өзін. Мысалға, естеріңізде ме кезінде Құнанбай билер алқасында отырып, Абай ол кезде 5 жаста дейді. Баласының ақылына енді өзі тәнті болып жүрген ғой, енді билер де көңіл бөлсін деген ме екен, енді Абайдан сұрапты, ер азамат қай кезде өледі деп. Сонда 5 жасар Абай айтыпты, ер азамат бір лез өледі, ез күнде өледі депті. Сонда Құнанбай тұрып айтты, бұл елдің сөзі депті. Елдің сөзі дейтін, бұл сөзді Құнанбай өзі жиі пайдаланады екен. Құнанбайдың айтып кеткен сөзі екен. Өз сөзіңді айт деген ғой. Сонда Абай айтқан, еңбексіз өткен әр күнде азамат өле береді деп. Еңбексіз
өткізген әр күнінде азамат өле берді. бос дейсіз ғой. Бос қой енді, өліп қалдың. Өйткені сен өзіңе де пайдалы бола алмадың, отбасыңа да пайдалы бола алмадың, ата-анаңа да пайдалы. Мінекей мәселе осыда да өте бір ауыр сұрақ. Негізінде мен ойлаймын, ұлттық идеологияда, ұлттық экономикада осы философияда қалыптасу керек та. Егер осы философияны ары қарай алып кетіп дамыта алатын болсақ, бізде қазіргі таңда біз тіпті мына сатып алған телефонымызды тиімді пайдаланғымыз келеді да. Бірақ дүниеге келіп осы мемлекетте өмір сүріп жатқан азаматты тиімді пайдалану бізде бағдарламасы бар ма жоқ па, қайдам? Босқа кетіп жатқан қанша рәсуа дейсіз ғой. Қаншама азамат, мысалға мүмкіндік, мысалға алла тағала дүниеге адам әкелгеннен кейін несібесін шашып тастайды дейміз. Бізде сондай ұғым бар ғой, береді. Бірақ несібені алла тағала ішіне сақ қойған көбісі ойланамын. Өйткені әр адам дүниеге келген кезде 200-ге жуық талантпен тудырады екен алла тағала. Денсаулығың бөлек, ата-анаң бөлек, болашақта ырзығыңды теріп жейтін, және өзің азамат болып қалыптасың. 200-ге жуық әрқайсысында талант бар. Біз білмейміз, мысалы кей кезде бір ашылып кетеміз ғой, мысалы одан кейін бір 50-ден кейін 70-ден кейін өздерін бір ашып жатқан адамдарды көргенде феноменін таңғалып жатырмын. Жоқ, ол таңғалатын түгі де жоқ. Тауып атады өзін. Оны алла тағала саған сақ қойған. Ол сол кезде ашты. Осы уақытқа шейін пайдаланбай келді да. Сондықтан кей кезде жан жағыңа жалақтамай ішіңе үңіл деген бар ғой, өте дұрыс та. Өзің ішіңе үңіл, іздеп көр. Міне біздің ұлттық негізде осы қағидада біз өзіміздің ішімізге үңілуіміз керек. Біз қазіргі мына біздің мұнай газ өндірісінде жүріп жатқан жұмыстардың қайсысын атқара аламыз? Міне осындай заттармен жаңағы дами береміз. Аға, мынау жаңа сіз сөзіңізді бөлдім. Адамдардың қысқарып жатқаны ол автоматизация, роботизация. Жоқ, оған қатысы жоқ қой, жасанды интеллект дегенге. Негізінде өте бір әдемі тақырыпты қозғадың. Мысалға, әр уақыт және әр экономикалық жағдай, дүниежүзілік экономикалық және де технологияның дамуына байланысты біздің мақсаттар өзгеріп отырады. Болашақ осы жасанды интеллекті деп жатырмыз. Бізде бұл қазіргі таңда тек әдемі әңгіме ретінде GPT-чатта ғана төңірегінде. Сосын кейін басқа біреулердің ойлап тапқан жетістігіне таңғалу, мақтану солар ғой. Аналар сөйтіп қойды. Бірақ өзімізде оған жүріп жатқан жұмыстың болмауы. Прогресс жоқ. Өйткені біз бір процесс жіберіп алдық уже. Әр дамудың өзінің бір этапы болады ғой. Мен осы әңгімеге келе едім. Бұның алдында бізде қандай процесс болды? Мысалы, IT-шниктерді неге дайындадық біз? Мұнай саласында ма? Әлі жалпы ма? Мен сізге қызық айтайын. Мұнай саласында қазір IT-шниктер жұмыс істейтін көрсететін қызмет қазақстандық өнім 5%-ға да жетпейді. Жоқ деген. Бірақ рентабельность 400%. Мәссаған. Біз осы кетікті жаба алмадық та, қазір роботизация мен жасанды интеллект туралы әңгіме айтқымыз келеді. Белгілі зат қой, ол кез келген робот оператор жүргізетін. Оператор кім болу керек? Супер айтишник болу керек. Жасанды интеллект, ол да оператор қажет. Мысалы біз GPT-чатқа кіре алмаймыз. Мына телефонымыздың қолымызды ұстап жүрген қып-қызыл ақша сатып алған. Мен 1%-ін пайдаланбаймын, білмеймін. Примитивный карта, жаңалығың, селфи ары кетсе. Енді жастар селфиден артық ешқайда бармай жатыр енді қазір. Инстаграм, WhatsApp, Instagram, лайк басу, басқа түкке пайдаланып. Мынау экономикалық тұрғыда, мынау бізге зиян пайдасынан гөрі. Өйткені уақытымыз ұрлап жатыр, ақша табатын. Босқа кетіп жатыр. Бірақ басқалар осыны, уақытына және ақшасына, қаражатына пайдаланып жатыр. Сондықтан бұл роботизацияға ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерде мүмкін шынында да енді жаңағы сараптама компаниясының қорытындысына мойынсұнып жатқан шығар. Біз білмейміз ғой, процесс неге үйтіп өзгергенде. Олар да жай ұсыныс айтпаған шығар, қып-қызыл ақша төлегеннен еңбегіне. Мүмкін жаңағындай бір астыртын ойын бар.
ертең мысалға Бәрі кетіп қалса? білдірмей қайтадан толтыра салу. Босатты уже, кетті. Кәдімгідей ақша беріп бәрін шығарды, кетті. Оның ішінде сіз де білетін, мен де білетін, талай азаматтар бар, жастар бар, талай азаматтар бар, білесіз. Бәрін білесіз. Қаншама жыл, солармен 20 жыл бірге жұмыс істеп жүрміз, бәрін босатты. Бұл жерде екінші тағы бір тұсы бар да, мысалға, олар көп біліп қойды. Көп сұрақ қоя бастады. Ыңғайсыз адам. Ыңғайсызға айналды. Сондықтан олар қазір жастармен ауыстырады. Жастар бір 10 жыл бейімделіп тыңдағыш келеді ғой жаңа. Өйткені оған үй алу керек, басқа жұмыс істеу керек. Қаптасы керек. Сондықтан әртүрлі жағдай. Бірақ кез келген жағдайды біз есептеуіміз керек. Кез келген жағдайды олармен талқылап алуымыз керек. Мен осы сұрақтың бәрін оларға қойып жүрмін. Осындай емес па? Оның артында осы тұрған жоқ па? Ертең тұратын болса айтамын ғой, мен сендерге айттым ғой, сендер неге алдыңдар бізді? Ұлттық трансұлттық компанияларға өтірік айту қаншалықты дұрыс? Егер сен осындай жағдайда бізге өтірік айтып жататын болсаң, келісімшартты білмейміз қандай өтірікпен толтырғаныңды. Сондықтан ұлттық мүддені қорғау осындай ұсақ қадам бір көзге көрінбейтін жұмыстардан басталады да. Сондықтан қазіргі таңда өзіңе белгілі жаңа мен ұлттық негіздің қалыптасуын айтып келе жатырмын ғой, мысалы примитивный заттардан кеттік. Банк жаңа құрылыс жұмысын алдық, жобалауды алдық, логистиканы алдық, қызмет көрсетуді алдық. Енді жаңа жеңіл ақшаға қол жеткізуді бастап кеттік, оның ішінде мойындадық. Енді бірақ енді біздің шамамыз, біздің банкілерге мысалға тендер кезінде қазақстандық компаниялар шетелдік компанияларға бірден ұтылып қалады. Өйткені шетелдік компания несиені 4% қалып отыр, қазақстандық компания 30% қалып отыр. Енді біз осы тұста не істей аламыз? Бірақ қана жол бар, Норвегияның жолы. Егер мұнай газ өндірісінен түскен ақша 1,5%-ға береді, егер сен осының дамуына салсаң, мысалға, бірақ қана жол бар. Қаншалықты оны қазір біздің мемлекет басшылары оға қояды. Ұлттық жаңа қор, ол ешкімнің қолы сұға алмайтын қаражаты дейді, бірақ мен кей кезде оқымаймын, құр тұрғаннан экономиканы дамытуға жұмыс істесе, мысалы, оның үстінде де қазір нарықта адал кәсіпкермен жаңа тұрақты кәсіпорындар белгілі болып қалды ғой. Солармен ақырындап біз үрке бермей бір тексеріп көруіміз керек қой. Бір аз ғана суммада, мысалы 5 миллион, 3 миллион деген не ақша ол мысалға? Онсыз да тиімсіз жобалар кетіп отырсыз ғой. Онсыз да тиімсіз жобаларға кетіп жатыр, мысалға. Онсыз да екінші деңгейдегі банкілерді қайта қаражаттанып отыр. Ол екінші деңгейдегі банкілердің халықты одан сайын әсер еткеннен басқа бір отым тұсын көре қоймадым мен, мысалға. Сондықтан бұл жерде де мысалға мемлекетпен диалогқа отыру керек шығар. Мемлекетке осының бәрін мүмкін түсіндіре алмай жатқан, болмаса батылдығымыз жетпей жатқан кінә өзімізде шығар, мысалға. Мемлекет мысалға, егер мысалға осы операторларды да көндірдік қой, операторларға да, инвесторларға да оқтырдық, басқа біреулерге, дәл осылай мемлекетпен де жұмыс істеу керек шығар. Енді бұны біз далада қалтырмай істей береміз. Енді заманның талабына сай біз алдымызға енді 3 түрлі үлкен мәселе қойып отырмыз. Соған тоқтала кетсем, соның бір жаңа өзіңіз айтып отырған роботизация менен искусственный интеллект, жаңа жасанды интеллект. Екінші, қазіргі таңда біздің компанияларды, қызмет көрсететін компанияларын тағы бір жаңа деңгейге шығарамыз, экспорттық мүмкіндігін арттыру. Енді бұлар Қазақстанның нарығында қайнап пісіп, жетіліп, мен кез келген жұмысты істей аламын деп отыр, дүниежүзілік бәсекеге лақтырып жатырмыз. Бұл жұмыс өте бір біздің экономиканың және азаматтардың қалыптасуына әкелетін қосатын үлесі үлкен жұмыста. Біріншіден зор дейсіз. Біз үрейімізді жеңеміз да. Бізде қазір дегенмен кеңес өкіметінен қалып қалған бір еждевендік психология бар да. Мемлекет көмектесу керек, мемлекет бірінші мүдделі болу керек деп. Мемлекет шешу керек. Өйткені кеңес өкіметінде жауапкершіліктің бәрі мемлекетте болды ғой. Адам тек қана инструмент болды ғой. Бар десе барады, тұр десе тұрады болды. Оның тіпті туған баласын оқыту, бәрін жұмыспен қамтамасыз ету, емдеу бәрі мемлекеттің мойнында болды. Соған шыға алмай жатырмыз. Үйде енді біздер мемлекет қайда қарап отыр деген жастарға да солай болып қалды. Шынында да ол қайда қарап отыр.
бірақ мемлекеттің дамуына сен қайда қарап отырсың? Ол сұраққа ешкім жауап іздемейді. Сондықтан басқа экономикалық тұрғыда үлгі бола алатын мемлекеттерге шығып, соның ішінде жаңа Саудия мемлекеті мысалға 100% өзінің ұлттық негізін қол жеткізген сондай мемлекеттерге барып кәсіп істеп, солардың жаңағы озық тәжірибесін әкеп жаңағы өзіміздің елде дамытып, және де кешке шейін өзіміздің қазанға қарай бермей, жаңағы басқа мемлекеттен ақша келді осында. Басқа мемлекет нәсібеңді іздеді. Басқа мемлекеттің компаниялары да осындан әкетіп отыр ғой. Қырған ақшаны. Мысалы, одан кейін ылғи мен үлгі қылам. Шешен мемлекетінде 1 миллион ақ өзі ұлт. Ол жерде нан шығаратын завод жоқ. Бірақ жаңағы ана барып қарасаң, не деген үйлер, не деген жаңағы көліктер ма? Не деген көліктер, не деген бай тұрады. Соның бәрі жан-жақтан сырттан келеді. Бәрі ер азамат сыртқа кетіп қалады. Сырттан әкеп елін гүлдендіріп байытып жатыр. Ешқандай оларда да мұнайға бай мемлекет қой, бірақ қаздырмай отыр. Сырттан әкеп жатыр. Не біздің қай жерімізге? Кем? Қай жеріміз? Неге бізден ала беруге? Бізді алып үйренейік. Баяғыда ата-бабаларымыз Қызыл теңізге шейін барып жылқы қуып келіп жүрген ғой, ештеңе де жоқ. Жаңа инвесторлар да сол ғой деймін да. Бәрі мысалы Францияда, Италиядан келеді. Ол өздеріне мұнай шықпайды, бәрі мұнайды сырттан шығарады. Өздерін мысалға өзіңіз білесіз, Италия қаншама 40-тан астам скважиналарын жауып қойған. Не қалады? Арзан алады. Біріншіден, мен кезде қорқам, осы біз мешкей ұрпақ атанып кетеміз. Өйткені жер асты қойнауындағы бар байлықты бытырлатып сатып жатырмыз, қазып жатырмыз. Бізден кейінгі ұрпақтар шикізат. Бізден кейінгі ұрпақтың алдында осындай бір қиын қыстау заман болып қалса, біз білмейміз ғой олардың алдында не тұрғанын. Әр ұрпақтың өзінің көтеретін ауыртпалығы бар. Әр ұрпақтың өзінің көретін қызығы бар дегенде, бақыты бар деген. Сол кезде олар қайтып тығырықтан шығады. Енді аналардың ойлап отырған сол, біріншіден Алла тағала берген қоймада жатыр, керек кезінде керегінше пайдаланады, қайтын жоқ қояды. Екіншіден, кез келген шикізат орны пайдадан гөрі зияны көп. Экологиялық. Уран алып жатқан жерде біз қаншалықты таза пайдаланып жатырмыз. Тіпті өзіміздің сера неше жыл жыр болды, қырғын мақтанып жатырмыз, кетіп жатыр, 90 миллион, 100 миллион мұнай деп жатырмыз, бірақ оның әкеліп кеткен зияны. Қаншама балалар бар қазір, ауа райы, экология. Аналар экологиясы тап-таза. Барамыз да таңғаламыз, не деген мынау жаңағы тап-таза, не деген мынау ұйқым қанып қалды деп. Енді ұйқым қанып қалса, тап-таза болса, олар соған амалдап жатыр ғой. Олар соған қол жеткізіп. Сондықтан экспортқа шығарып, қазіргі таңда Катар мемлекеті, Саудия, Аман, Дубай, Европада Румыния, Италия, енді Америкада біраз үлкен жобалар бар. Осы шекарамыз кеңіп жатыр. Қазіргі таңда көп деп айта алмаймын. Штучный экземплярлар, жаңағы жалп-жұлт етіп көрсетіп мақтанып бір кейде бір сағатымыз болады, жаңағы тойға тағып барады. Сол сияқты бір 20-дан астам компаниямыз бар, олар шықты. Бірақ бұл кәдімгідей талқылау процесін бастатты біздің кәсіпкерлердің ортасында. Ең қажет және де ең атқарылатын жұмыс осы талқылау процесін қалыптастыруда. Талқылау процесі кетсе, ары қарай басын бастап жүрді. Ол болды. Бұл әңгіме пайда болды. Енді ақырын бұлардың қатары көбейе береді. Біздің кәсіпорындар ертең мысалға біз қазір осыны әңгіме қылып айтып отырса, ертең мысалға бізден кейінгі ұрпақтар компания құрған кезде айтады, біз мына компанияның экспорттық потенциалын қалай стратегиялық жобаға кіргіземіз деп, өздерінің. Бүгін ғана тіркелген компанияда бұлар экспорттық потенциал. Мысалға Ресейде өзіңіз білесіз, пандемия кезінде біз 16 мыңға шейін жұмыс шығарып кеттік. Қаншама компаниялар қазақстандық. Қазақстан. Бірақ енді мына кикілжіңнен кейін
22 жылғы біз тоқтатып қойдық, өйткені біздің азаматтардың өмірі біз үшін қаражаттың да қымбат. Одан кейін Ресеймен жұмыс, әр мемлекетпен жұмыстыңыз өзі әртүрлі экономикалық саяси сұрақтар туындайды. Мысалға сол кезде Ресеймен жұмыс істеген кезде ең бірінші сұрақ логистика қиын болды. Мысалға анау Түменге бару үшін Москваға ұшасың, Москвадан Түменге ұшасың, одан ол жерден ары кетесің. В общем, 3 күн жүресің, бір жұмысшыны жеткізу үшін жоқ дегенде $2000 ақша кетіп қалады. Одан кейін пандемия кезі 7 күн вақтыға кірер кезде жатсасың оны. 7 күн шығар кезде жатсасың оны. Сосын масқара тапқан табысың бар жол кетті. Екінші Ресеймен кей кезде мен осы экономикалық сұрақтар келген кезде мемлекеттің мінезді болғаны жақсы ма деймін. Ресей мемлекеті бізге айтты, жақсы, келіңдер, жұмыс істеңдер, ақша табыңдар деді. Бірақ Ресейде тіркейсің компанияң деді. Біз сенің Ресейдегі шотыңа жібереміз ақшаны деді. Сол енді Ресейдің шотына жіберетін болсаң, сен Ресейдің салығын көбейтесің ғой. Жұмыс керек, жасадық. Үшінші бір бізге тиімсіз болған мәселе, уақыты 90 күн болды. Біздегі жұмысшылардың бәрі 90 күн деген жақсы азаматтар ғой бәрі, енді семьясы бар, 90 күн өте ауыр ғой. Бірақ дегенменен шыдап көрдік, саудаласып бастадық қой енді. Біз жақсы жарты салықты өзімізді төлейтіндей қылайық, бірлескен кәсіпорын жасайық, ненің уақытын азайтайық, ненің уақытын 50 күнге түсірдік. Әйтеуір ақырында бір прогрестер басталып жатыр еді. Логистиканы Астанадан Түменге тікелей ұшатын самолеттар қалыптастырып жатыр едік, аяғы мынандай болып қалды. Кез келген негізінде ауыр бір түсініспеушілік, дегенменен сөйлесе берсең, келісе берсең реттеледі. Жол ашылады. Сондықтан қазіргі таңда экспорттық мүмкіндігіміз бар. Бізге сол кезде сенім берген, біздің экспорттық мүмкіндігімізге сенім берген осы Ресей нарығы болды. Өйткені біз Ресей нарығына барғанымызда олар біздің компанияларға таң қалды. Біріншіден коммуникация. Екіншіден жаңағы тәжірибелері, білімдерінің тереңдігі. Ең қатты бұлардың таңғалған біздің ішкі тәртіп болды да. Ішкі тәртіп. Өйткені оларда өзіңізге белгілі ғой, жұмыстан шыққаннан кейін өздерінің ұлттық сусындарына бейім, ертеңіне шықпай қалуы мүмкін. Сосын бізде енді дегенменен сөзге тоқтаған қазақпыз ғой. Кез келген жерде ақылға сиятын сөз айтып отырсаң, ешқашан. Сосын сыртқа келген кезде біздің бауырмашылығымыз қатты артып кетеді ғой. Қазақстан шекарасынан 1 метр өте салған кезде әр қазағым жалғызым сол кезде болады, мына жерде ғой бір-бірімізді. Қадірін түсінбейміз десеңші. Қазақта бір сөз бар, ағайды алысқанға жақсы деп. Негізі осы лексикодан осыны алып тастау керек шығар, сол бір сығып қойды. Бірақ сыртқа шыққан кезде сондай бір ауыз бірлігіміз, бауырмашылдығымыз өте бір жақсы болды. Сонымен бұлар таң қала бастады. Ақырында бір 400 адамнан бастап едік. Демде бір 1,5 жылдың ішінде 16 мыңға кетіп қалды. Ол жай емес қой, сұраныс күшейді. Сұмдық. Өйткені ұлттық үлкен Татнефть, Газпромдар бізбен келісім шартқа отыра бастады. Оларда істеп жатқан EPC шетелдік компаниялар, түрігі бар, басқасы бар, қазақтарға ұмтыла бастады. Өйткені олар естіп жатыр ғой, мыналар масқара екен деп. Енді осы тұста біздің осындай даму прогрессімізге кәсіби маман ретінде қалыптасуымызға үлкен үлес қосқан операторлардың еңбегін жоққа шығара алмаймыз. Олардың арқасында қазір біз шетелдік дүниежүзілік бәсекеге сай компаниялар қалыптастырдық, және де осыны дамыта беруге. Сосын кейін бір арманым басқа салаларда осы қарап қалмаса екен. Бізден үлгі алып, оларды шыға берсе екен. Экспортқа кете берсе екен. Сол кезде мысалға қазіргі таңда бір-бірімізге тал күшік жасамаса едік, сосын кейін біз ана жақтан Қазақстанда жоқ бизнестің түрін алып келеміз ғой. Тартамыз ғой бір-бірімізге. Мысалға Катар бізге несімен қызық болды. Біріншіден олар газ өндірісінде лидер ғой. Бізде газ өндірісі енді тәй-тәй басып келе жатыр, дамып жатыр. Ертең мысалға сол газ өндірісінде мысалға қазір 36-тан астам жобалар бар, болашақ іске асатын. Соның бәрін өзіміз асыруымыз керек қой, басқа шетелдік компания келмеу керек. Сол тәжірибені игеру, одан кейін Катар мемлекеті қалай қысқа ғана уақытта дүние жүзінде
24-ші алады орын инвестор мемлекеттер ретінде. Араб жазирасында 2-ші орын алады. Мысалы, ондай да бір үлкен мүмкіндіктер. Сосын кейін тіпті чемпионат мира өткен кезде олардың кез келген жобаға қандай ақылмен қарайтын. Мысалы, олар сол кезде Лего сияқты стадиондар құрды ғой. Кейін біткеннен кейін Бразилия, Аргентина жаңа футболдың отандарына соны апарып құрып берді. Кез келген заттың серпін берді. Жоқ, кез келген заттың ғұмырына үлкен көңіл бөлді. Бізде мысалға жоба, мысалға экспоны жасадық, ал енді қазір мемлекеттік қаншалықты тиімді болып тұр. Мен үлкен сұрағым бар, мемлекетке тиімділігінен шығыны көп шығар. Мысалға сол кез келген жобаның ұзақ мерзімде пайдалануға, мысалға дәу стадиондарды салып тастадық, мысалы, қаншалықты қазіргі таңда халық тиімді пайдаланып жатыр, мысалға. Концерт құрып отыр. Экспорттық потенциал соның сыртында енді, әбеке, жаңа өзің қозғап кеткен роботизация және искусственный интеллект. Бұл негізінде егер біз мемлекеттік тұрғыда осыны қолға алатын болсақ, бір экономикалық сала мұнай газ өндірісінде пайдаланып біздің мемлекетте ізденіп жатыр ғой. Қандай экономикалық жол ұстанамыз, өндірістік, анау деді, мынау деді. Мысалға, түбінде қазір біз шынына келген кезде бір HR мемлекет болып қалдық. Өйткені бізде сыртқа кетіп жатқан құнды мамандар көп қой. Рас қой ол. Саны жоқ, өте көп. Мысалы, ол көп емес жылы. Оның ішінде құнды мамандар. Интеллектуальный жұмыстар. Таксистерімізден охранниктеріміз қалып қойып жатыр. Бірақ жаңағы жақсы білім алған азаматтар кетіп жатыр да басқа мемлекеттің экономикасын дамуға. Мақтанып оны көрсетеміз. Google-да істеп жатыр екен, Силикон долинада нетіп жатыр екен, ана банкіні басқарып кетті деп, штучный өзіміздің бриллианттар. Бірақ сол ресурстарды, сол жіберіп алған бізге обал жоқ ау. Өйткені біздің конституцияның өзінде жазылған. Жер асты қойнауы құнды емес, Қазақстан азамат құнды деп. Енді негізінде неше түрлі құрылтайлар өткізіп жатады ғой. Инвесторлар, ұлттық құрылтай. Менің ойымша осы сыртқа кетіп қалған мамандардың құрылтайын шақырып айналайындар. Бәрі қайсың осы цифровизация, мысалға, роботизация, искусственный интеллекттің төңірегінде жүрген біздің мықты мамандардың бәрін шақырып, біз мемлекетімізді қалай осы искусственный интеллекттің хабына айналдырамыз. Бұл үлкен ғимараттарды қажет ететін болмаса бір кішкене сервер мынау сияқты, жақсы ақылды адам 50 квадрат метр отырысындағы неше түрлі туындыны туындатсын. Бірақ бізде көңіл аударып, мынаның пайдасы бар екен деу үшін бұл бір салада өзін көрсету керек та. Енді қазіргі таңда жасанды интеллекттің жаңағы қарсыластарымен жаңағы жақтастары да көп қой. Мысалға, қарсыластар айтып отыр, адам баласы ертең жұмыссыз қалып қояды екен, оның қажеті қанша. Бірақ егер біз жұмыссыз қалып қояды деп қорқатын болсақ, ертең ақшасыз қалып қоямыз. Мысалға, қазіргі таңда Қытай мемлекеті не істеп жатыр? Жасанды интеллект жұмыстан босатып тастады ма? Мысалға, сізді, мен жасанды. Мысалға, оларды қазір ауыр қоймаларда адам баласы жұмыс істемейді, болды. Тіпті робот бәрі робот. Өйткені ауыр құлауы мүмкін, басып қалуы мүмкін, адам өмірін өте қауіпті жерлердің бәрінде жұмыс істемейді. Тіпті резервуарлардың ішіндегі жаңағы краскілеу, соның ішіндегі жаңағы жағдайын тексеру уже робот түгел. Бұрын адам түсінеді ғой жаңағы. Көреді жаңағы неше түрлі скафандр киіп, қаншама адам ішінен шықпай қалып жатады. Қазір оның бәрі. Бірақ босатпаған адамда, маманда пенсиясының 70%-ын жаңағы робот тапқан ақшадан төлейді. 70%-ын. Әдемі шешім. Күшті шешім. Енді қорқа беретін болсақ, олар біліп отыр ғой. Мысалы, қазір 10 адам жұмысынан қап қояды деп, ертең біз миллион адамды аш ұстаймыз. Бұндайға жаңағы басқаша қарау керек. Бірақ
адамға ақылда Алла босқа берген жоқ қой. Иә, шыға білуіміз керек. Жаңағы осы бір қысқа ғана бір сағаттан біз қаншама бір әдемі амалдарды естідік, иә. Олардың да пайдаланып жатқан, біздің де пайдаланып жатқан. Сондықтан иә, искусственный интеллект ол тек қана біздің саланың үздік бір отымды шешім емес, бұл мемлекеттік тұрғыда біздің пайдалана алатын экономикалық бір бағыт болу керек деп ойлаймын да. Сондықтан искусственный интеллектке өте үлкен көңіл бөліп жатырмыз. Қазір өз соңғы кезде біздің команда 8 ай болды, осы искусственный интеллект, жасанды интеллектті қатты зерттеп жатырмыз. Неше түрлі мамандармен кездесіп, өзімізге анау бір қызық болып жатыр да. Өйткені тіпті біз ұқпайтын сөздер келеді да. Соны мынау не айтып жатыр деп іздейсің, зерттейсің, бір енді бір керемет инженер ретінде дамып кетпесек те, бірақ адам ретінде бір көңіліміз толып жатыр өзімізге. Я мынаны да біліп қалдым ау дегенді, иә. Сондықтан зерттеп жатырсыздар. Зерттеп жатырмыз. Өте бір қызық тақырып. Біз шамамыз келгенше осыны дамытамыз. Және де бұның ұтымды тұсы адам өміріне қамқор, екінші тапқан қаражатқа үнемді. Мысалы, адам ауырып қалады, болмаса садақаға кетіп қалады. Бұл ауырмайды, ұйықтамайды, істей береді. Мысалы, искусственный интеллект келгеннен кейін шығын азаяды, табыс көбейеді ғой. Міне осы көбейген табыстан әлеуметтік жауапкершілік кез келген өзінің өндірісіне енгізген азаматқа Қытайдың үлгісін айту керек. Жақсы, ренжіспейік. Мысалы, пандемия кезінде 2 жыл 90 мың адамды айлығын төлеп ұстап отырдық қой. Сонда шығынға да бардық. 90 мың адам Шевронда. Мен мысалы Шевронға бір үлкен құрметпен қарайтын. Кей кезде бір қатып болмайтын затқа жаңағы саудаласып отырып алады да. Дәл осы кезде біз ұсыныспен шықтық, айналайындар. Ешқандай әңгіме жоқ. Мысалы, 90 мың адам. Ол енді біз істеген шаруалар, оны көбісі біле бермейді. Мысалы, 90 мың адам үйінде отырды 2 жыл жаңағы. Тура сондай жаңағы мемлекет мысалы, осы жасанды интеллектті өзінің кәсіпорнында дамытуға қолдау көрсетті. Мысалға, электромобильдер Европада қалай сән алған, және оны дамытуға Европа мемлекеттер қандай қадамға барғанын біз жақсы білеміз. Мысалға, автотұрақтарда тегін тұрады. Оларда жаңағы машинаның жылына қарай қаланың ортасына кіру шектеуледі ғой. Ол бар жерде жүре береді. Тіпті адам ақылына сыймайтын заң қабылдады ғой олар. Мысалға, бензин мен электромобиль соғысып қалды. Электромобиль кінәлі болса да бензин кінәлі. Сондай заңда болды. Қызық. Өте қызық. Неге? Өйткені адамдар ақырындап өтті. Қазіргі таңда Европада 70% электромобиль, қалалар таза. Біз жаңағы Алматыға қонып жатқан кезде жүрегіміз ауырады. Өйткені жаңағы машина көбейіп жатыр, бірақ мәдениетіміз азайып жатыр. Астананың өзі 4 жағынан жел соғады. Бірақ қазіргі таңда таза қалалардың қатарында емес. Өкінішке орай. Неге? Өйткені біз әлі ең құнды зат жер қойнауы емес, адам денсаулығы екенін әлі көңіліміз қоя жатыр. Ертең жаңағы. Сондықтан бұл искусственный интеллекттердің кеше Қытайда болып келдім. Сол кезде тіпті жаңағы камералар қойған. Бізде камералардың бәрі штрафқа қойылған ғой. Енді бұларда камера жаңағы ластап жүрген машинелерге қойылған ғой, рақат. Мысалы, сіз кетіп барасыз, машинеңіз қаншалықты зиян әкеліп жатыр, сіз тоқтатып шығарып тастайды. Экологияға жанашырлық та. Енді басқаша ойледім. Енді камера сені ұстап алатын болса, сен міндетті түрде тексересің де, ақауы кетіп жатқан жерің жасатасың, не қыласың, сен ертең жүргізбей тастайды. Штраф салмай-ақ қойсын, бірақ жүргізбейді болды. Одан кейін мемлекеттік тұрғыда қаладағы азаматтардың мысалға жұмысқа келіп кетуін қамтамасыз ету керек. Мысалға, қоғамдық жаңағы транспорттарды дамыту керек. Мысалға, ол да бізде бір кенже қалып қойған дүние. Мысалға, Шанхайда 23 миллион халық тұрады екен. Шанхайдың ортасындағы жаңағы Шанхай Ситиден аэропортқа шейін 40 минутта бардым.
ортадан центрден 23 миллион халық тұрады. Енді 2 миллион тұратын Алматыдан аэропортқа барып көріңіз. Сондықтан де осының бәрін бірақ сол кезде сұрадым ғой, мына қаладағы тәртіп, қаладағы экологиялық тазалық, коммуникация бәрін қалай жеттіңіздер? Искусственный интеллект, мына жасанды интеллекттің бақылауы, солардың ұсынысымен, алар ұсыныс берген, соның бәрін бұлар жасанды интеллектті адаптация жасап көрген. Тіпті қазіргі таңда олар 50-ші жылы қаланың коммуникациясы қандай болмақ. Мысалы, кез келген мемлекетте бұл адамның уақытына деген құрмет керемет та. Бізде мысалы жұмысқа келіп кету адамның 2 сағат өмірін алып қояды. Өзінің көлігімен. Тіпті президенттер келетін болса суткалап тұрып қаламыз. Ол сізбен біздің қайта оралмайтын құнды уақытымыз ғой. Неге мен оны пробкада жіберуім керек? Неге мен оны жоғалтуым керек пробкада? Мен түсінбеймін соны кей кезде. Неге? Мысалы қазір арабтарда салынып қаншама машина дейсіз, қанша адам? Арабтарда салынып жатқан неоғала бар ғой. Бәрі ұқпай отыр, неменеге 180 километрге салып жатыр деп. Ұзыннан ұзақ. Қала осылай бір ғана пробкадан қашу ғой. Міне үй тұр, міне садигің тұр, міне нең тұр. Бір жерде бәрі. Мектебің тұр, міне больница. Шықтың, апара салдың, шықтың. Мына жерден қала ұзын. Сен шықтың да машинамен қаяққа барасың, ұшып кетесің бе? Сосын кейіннен дрондармен ұшамыз ғой енді. Қазір дрондарды арабтар пайдаланып жатыр өздерінің жұмысында мысалы. Қытайда кеше болған кезде Шанхайда сол дрондардың выставкасына бардық. Сол кезде бір дронды ойлап тауыпты. 3 айда өзінің құнын қайтарып алған ғой. 5 орындық дрон арабтар толық пайдаланып жатыр. Сонда мен дронның отырдың, ұшып кеттің. Сағатына 250 шақырым алады. 500-ге шейін бара алады. Жаңа 7000 метрге биіктікке көтеріп кетеді. Обход қазір полный жаңа роботтармен ел кетіп жатқан затты ертең біз өзіміз қазір жасамасақ абзал, ертең оны да сатып аламыз. Оған да үлкен мемлекеттік қаржы құямыз. Болмаса оны дамытатын бір инвестор әкелеміз да. Онымен тағы да өнген өнімді бөлісу келісімшарт жасаймыз. Баяғы жартас сол жақтап қала береміз да тағы да. Сосын кейін түбіндегі қойылатын сұрақ араб неге бай, біз неге кедей. Бірақ жаңағы бұл бір адамның болмаса бір қоғамның істейтін шаруасы, бұл бүткіл ұлт болып істейтін зат. Мысалы, ең құрғанда, сен өзің қазір завод сала алмасаң да, үйіңдегі болашағың ұрпағыңа жақсы білім беріп, инженерлік ойлауға қалыптастыру және осы бір дүние жүзіндегі болып жатқан трендтерді жаңағы айтып көрсету ол біздің міндет. Және бүгінгі сіздің бағдарламаңыз, осының бір нұсқасы деймін. Сізге көп рахмет. Сізге рахмет аға. Сіз 10 есе асырып тастадыңыз деңіз. Біз күткеннен де. Көп рахмет аға сізге. Сіздер негізі жасанды интеллект бойынша осы Атырауда 29 тамызда жоспарлап жатыр екенсіздер. 3 оператор шақырады екенсіздер. 4-өн шақырып жатыр. 4-өн шақырып жатыр. 4-өнді шақырамыз. Селена Петрочен жобасында шақырамыз. Негізінде үлгі болу үшін үлкен компания керек та. Біз кеше өзіңіз КПО-да болған жиналыста Бақтиярдың баяндамасы қандай әдемі. Керемет. Керемет. Жас, сіз байқадыңыз сол кезде 30-дан төменгі жастағы кәсіпкерлердің бәрі Бақтиярға кетті. Тыңдап отты. Жоқ, кетті, сонымен мазасын бірге кетті. Традициондық салт дәстүрде үйреніп қалған біз сияқты жаңа кірпіш қалай алатын кәсіпкерлер былай кетіп қалдық. Ал жасанды интеллектке жақынырақ мына заман, өздерінің заманына сай кәсіпкерлер сонда кетті. Сондықтан мен сол кезде бір кәдімгідей жүрегім жылып қалды. Заман осылардікі, болашақ осылар. 29-ында әбеке, сізді қуана шақырамыз. Көрермендерді шақырамыз. Келеміз. 29-ында келсеңіздер, келіңіздер сіздер де. Өте қызық болады. Өте қызық тақырыптар болады. Жасанды интеллект әсіресе үлкен 4 компанияның болуы бұл жерде аға. Аға келген үшін көп сізге рахмет, құнды ақпаратпен бөлісің. Негізі сіз бұл ақпараттық кеңістікте ең бірінші бастан касс-сервис ұйымы ғой негізі. Оны қабылдау керек. Подкастты 2 жыл бұрын сіз шақырдыңыз. Оны да қабылдау керек. Сондықтан аға сіздерге рахмет. Бұл салада көшбасшысы болып бізге көп үлгі беріп жатсыздар. Бұл салада көптеген ұйым көбейе берсін. Жаңағы ақпаратты кеңесетін, бөлісетін мамандар көбейе берсін. Айтқан жендегі ұсыныстарыңыздың
көптеген адамның құлағына шалына берсін дейміз. Аға. Рахмет. Иә. Көп күтеміз тағы да сізге. Рахмет. Келеміз міндетті. Көп рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Аман болыңыздар.